Сәлем достар, бүгін сіздермен үй жағдайындағы өте дәмді палаудың рецептімен бөлісетін боламын. Бізге керегі 300 грамм сиыр еті, 2 сәбіз, 1 кесек күріш, тұз және дәмдеуіш. Етті және сәбізді турап дайындап аламыз. Күрішімізді тазалап жуып аламыз. Мен әдетте 3-4 қайтара жуамын. Керегінше сұйық майды қазанға құйып, қыздырамыз. Қызған соң етімізді салып, қуыра бастаймыз. Етіміз әбден піскен соң сәбізді салып қуырып аламыз. Енді қазанға жаңағы күріш өлшеген кесемен 2 сілеп, яғни 2 кесе су құямыз. 1 шай қасық күркума және 1 шай қасық тұз салып суды қайнатамыз. Су қайнаған кезде жуылған күрішімізді салып, бетін жауып бұқтырамыз. Қазан қайнаған кезде газды басып, жай орташа пісіретін боламыз. Міне, палауымыз 20 минутта пісіп дайын болды. Піскен соң астындағы газды өшіріп, өз буына 5 минутқа қойдым. Палау өте дәмді болды. Егер рецептім ұнаса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.